Тайшығара Нұртазаев 1921 жылы Ұлытау ауданы Шығырлы ауылында көпбалалы шаруа отбасында дүниеге келген. Әкесі Нұртазаның кіндігінен өрбіген көп баланың сол кездегі қиын қыстау нәбеттен тірі қалған төртеуінің кенжесі. Ауыл мектебінде орта білім алып шыққан еңбекқор Тайшығара жастайынан ата-анасымен бірге еңбекке араласып, Байқоңыр шахтасында жұмыс істейді. Оқып, білім алсам деген арманшыл жастың талабына өткен ғасырдың 30 жылдарындағы ауыр тұрмыс балта шапты. Заманды тұрмыс билеген аумалы төкпелі кезеңмен жастық шағы тұспа-тұс келген Тайшығара, сөйтіп арнайы білім алмаса да ауыр бейнеттің дәмін тата жүріп, өмір мектебінен сабақ алуға бел буады. Шахтаның ауыр жұмысы ауырлық па екен, бар бейнет, бар қиындық алда еді. Талапты Тайшығара тура 20 жасқа толғанда сұрапыл соғыс басталып, 1942 жылдың қаңтарында қару асынып қан майданға аттанды. По призыву Родины уходили в дальний путь лучшие твои сыновья Казахстана. В рядах Красной армии сражались 82 тысячи коммунистов республики, почти 2/3 всего состава Компартии Казахстана. Атқыштар полкі құрамында Тайшығара Нұртазаев Сталинград үшін болған қиян-кескі ұрыста бірінші рет жараланып, госпиталь төсегінде танылады. Жарақаты жазылып шыққан соң сапқа қайта тұрып, жорық жолы Берлинге дейін жалғасты. У всех сейчас одна мысль, одно стремление — водрузить знамя победы над Рейхстагом. Водрузить знамя победы над Рейхстагом. Водрузить знамя победы над Рейхстагом. Знамя победы над Рейхстагом водружено. Кеңес армиясы қатарында ұлы жеңістен соңында бір жыл қызмет етіп, яғни 1946 жылы елге оралды. Омырауында соғыстағы ерлігі үшін берілген Кёнигсберг талғаны үшін, ерлігі үшін, Германия соғысындағы жеңіс үшін медальдары жарқырап, туған елге оралған Тайшығара Нұртазаев бірден бейбіт еңбекке араласады. Байқоңыр шахтасында 1951 жылға дейін еңбек етіп, Қарсақбай мұз заводына ауысады. Жасынан еңбек сүйгіш, адал, қай жұмыста, қай кәсіпорында жұмыс істесе де бедел мен абыройдан кенде болған жоқ. Жұмысы қаншалықты ауыр болса да, шаршауды білмейтін Тайшығара Нұртазаев қоғамдық жұмыстарда белсене араласып жүрді. Тек өзі араласып қоймай, халықты да жұмылдыра білді. Есесіне, елінің зор сеніміне ие болды. 1960 жылы Жезді аудандық халық сотының заседателі болып сайлануы адалдыққа деген халық сенімінің айғағы. Күнделікті атқарып жүрген бейнетті тірлік жігерлі жігітті шынықтыра түссе, ел сенімі мен ыстық ықыласы ширықтырып жібереді. Бүгінгі көрген бейнеттің зейнетін өзі көрмесе де, ұрпақ көретініне сенімді болды. Өмірдегі зор бақыт халықтың сенімі, ал сенімді ақтау еселенген бақыт деп отыратын Тайшығара Нұртазаев. Өз айтқандай, Тайшығара Нұртазаев еңбегінің арқасында еселенген бақыт иесі атанды. Қатарынан 4 рет Жезді аудандық кеңесінің депутаты болып сайлануы да арлы азаматтың ел артқан сенімді абыроймен ақтағаны деп түсіну керек. Қарсақбайдың келешегін көп ойлайтын.
қоғамдық жұмыстардың бел ортасында жүрді, шаршауды білмейтін. Бір үлкен ғимарат қирап, бұзылып, ыңғайсыз болып жатқанда жастарды ұйымдастырып, әлгі ғимаратты жөндедік. Сөйтіп, жастар үшін көңілді демалыс орны мәдениет үйіне айналдырдық. 1968-69 жылдары жастар паркін салуға атсалысты. Осы игі бастамалардың барлығын да көтеріп жүрген сол кісі еді. Бала Жезді өзенінен тал көшеттерін жыңғыл әкеліп отырғызып, парк құрылысының басы бағасындағы астан аяқ Тайшекен жүрді, деп еске алады замандастары. Қарсақбайдың құрметті азаматы Қадыр Маткен Тайшекенде ағаның алдын көрдік. Ол кісілер менің өмірдегі ұстаздарым деп айтып жүретін. Ағаға кішіпейіл іні, ініге арқа сүйер аға, жастарға ұстаз бола білген Тайшығаран Нұртазаев ұзақ жыл бойы Қарсақбайымыз заводында абыройлы еңбек етіп, құрметке бөлінді. Жоғарғы білімсіз ақ бригадир, цех бастығы болды. Бірнеше үкімет наградаларын иемденді. Ол басқарған бригада 1968 жылы коммунистік еңбектің үздік ұжымы атанды. Өзі 1970 жылы өндіріс жоспарды асыра орындағаны үшін және қоғамдық жұмыстағы белсенділігі үшін құрмет кітабына және құрмет тақтасына жазылды. Ал 1971 жылы социалистік құрылыстағы ерен еңбегі үшін сол кездегі ең жоғарғы награда Ленин орденімен наградталды. Тайшығаран Нұртазаев, зайыбы Әсия Телбаева екеуі 9 бала тәрбиелеп өсірген өнегелі отбасы. Өмірінің соңғы жылдарында ғұлама ғалым, академик Қаныш Сәтбаев тұрған үйде тұрып, Қарсақбай поселкесіндегі Қаныш мұражайын басқарды. Осы еңбегімді мен балалар мен немерелер атынан ұлы жеңіс мерекесі қарсаңында Нұртазаев Тайшығара атама арнаймын. Круговорот людей, ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары. Круговорот